Қайырлы күн оқырмандар. Математика сабағы 117 сабақ. Ең алдымен каналға тіркеліп лайк басып комментарий қалдырамыз. 117 сабақ. Тақырыбымыз кестелер мен пиктограммалар. Бірінші есеп: сырымның отбасы жеміс-жидек жегенді жақсы көреді. Пиктограммаға қарап, кімнің нені жақсы көретінін айт дейді. Сонымен суретте ең бірінші баласы бұл жерде алмұртты және қызанақты жақсы көреді екен. Одан кейінгі баласы алмұрт, алма, қызанақты жақсы көреді. Және қызы Әлия біраз жемістерді жақсы көреді. Бірінші, екінші, төртінші, бесінші жемістерді жақсы көреді. Ал әкесі мен анасы барлық жемістерді жақсы көреді екен балалар. Әртүрлі жемістер салынған себеттер санын кестеде таңбалық сурет пиктограммалардың көмегімен көрсеттік дейді. Пиктограмма құрып, өз отбасыңда кімнің нені жақсы көретінін айт дейді. Балалар, осыны орындаймыз. Әркім өзінің отбасында қандай жемісті жақсы көретінін сызба нұсқада саламыз. Жалпы пиктограмма дегеніміз заттар немесе құбылыстар, олардың саны туралы таңбалық бейнелермен берілген ақпарат екен. Ережені есімізде сақтап жаттап аламыз. Үшінші есеп: сурет бойынша пиктограмма құр дейді және банкаларда фигуралармен алмастыр дейді. Бізге бұл жерде алмұрт, өрік және алма берілген екен. Бұл жерде біз мысалы алмұртты үшбұрыш деп алсақ, осылай ең бірінші банка мысалы бізде үлкенірек болып тұр. Оны үлкен үшбұрыш сызамыз. Ал қалған үш банка бірдей болып тұр. Оларды бірдей үшбұрыш сызамыз. Одан кейінгі өрік. Өріктің ең бірінші кішкентай банкада оны кішкентай төртбұрыш сызамыз. Ал қалған үш банкасы бірдей төртбұрыш сызамыз балалар. Және де ең соңғы алма. Бізде алманы шеңбермен алатын болсақ, алманың бірінші банкасы ең үлкен болып тұр, қалған бесеуі бірдей болып тұр. Сондықтан бірдей 5 шеңбер жазамыз балалар. Оп-оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Үшінші: теңдік пен теңсіздік құр дейді және досыңмен жарысқа түс. Бұл жерде мысалы 4 қосу 2 тең, 6, яғни 6 мен 6 бір-біріне тең. Одан кейін 3 қосу 4 және 5 азайту 4. Бұл жерде 7 бірден үлкен. Одан кейін 3 қосу 4 және 7 азайту 2. 7 5-тен үлкен болып тұр. Сондықтан артық дейміз. Төртінші есеп: қандай сандар жасырылған және дұрыс жауапты таңда дейді. Бірінші суретте өріктің орнында 18 саны, екінші суретте алманың орнында 12 саны және алмұрттың орнында 8 саны жасырылған екен. Апельсиннің орнында 17 саны және құлпынайдың орнында 20 саны, өріктің орнында 15 саны жасырылған екен.